Отношение жоқ, отношение бар, бірақ үнемі ұрыс болады. Отношение абьюзерские, иә, мен үнемі жаңағыдай критиковать етеді, насилие жасайды, психологически и физически. Бұл эфирді негізінде ютубқа жазып жатқан қыздар. Өте пайдалы эфир, сондықтан кіріп тыңдай берсеңдер болады, эфир сақталмайды. Қараңыздар, именно мышлениеде қараңыздар, мышление жағынан қарайтын болсақ, ол психологический техникалар, адам психологиясы, әйел психологиясы, ер адам психологиясы деп емес, просто мышление жағынан біз өзімізге не рұқсат бере аламыз, не рұқсат бере алмай жатырмыз. Сол жағынан қарайтын болсақ, қараңыздаршы, отношениеде басында әркім әртүрлі болады. Басында әркім әртүрлі болады. Мысалға, бір әйел болды менде. Бір әйел болды, айтады, 3 рет тұрмысқа шықтым дейді. Мен мысалға келтіріп жатырмын. 3 рет тұрмысқа шықтым, 3 еркек, 3 ер адам, 3 түрлі болған. Чтобы мен алдыңғы бірінші ер адаммен қателігімді қайталамау үшін дейді, басқаша, вообще несі, мінезі, табиғаты, вообще басқаша ер адамдарға шықтым. Бірақ уақыт өте келе, барлығы бір 3-4 жылдан кейін барлығы дәл сондай менің бірінші күйеуім сияқты болып қалды дейді. Ол неге, қыздар? Ол қалай болады? Бұл жерде ешқандай сиқыр емес, ешқандай волшебство емес, ешқандай бір таңғажайып фантастика емес. Бұл просто біздің подсознаниенің жұмыс істеуі. Қараңыздар, бұл қалай болады? Неге бір адам, неге бір әйел тұрмысқа шыққан кезде бір әйел, получается, бір әйел 3 түрлі ер адамға тұрмысқа шығады, бірақ 3-4 жылдан кейін 3 түрлі еркек те бір жаңағындай бірінші күйеуіне ұқсап мінез көрсете бастайды да, жаңағындай критиковать етіп, тиісіп, әртүрлі. Неге олай деп сұрап жатыр да? Неге мен тұрмысқа шыққан ер адамдардың барлығы бір типке соңында барып қалып жатыр деп? Бұл деген сөз, қыздар, сіздің подсознательно, айтамын ғой, айна деп. Получается, менің күйеуім менің айнам. Ол маған қандай отношение жасаса, получается, ол менің ішімдегі бар нәрсе да, ол менің ішімдегі травма, ол менің ішімдегі программа. Дәл сондай. Жаңағы әйелдің ішіндегі подсознательный причиналары, түп саналық программалары сондай болғандықтан алдындағы айнасы, яғни отражениесі дәл соның ішіндегіні көрсетіп тұр да. Когда сен сол түп саналық себепті тауып өзгерткен кезде, просто алып программаны өзгерткен кезде, уже сенің айналаң өзгере бастайды да, саған отношение өзгере бастайды. Сенің просто отношениең өзгере бастайды. Сондықтан да отношениеде қазір қандай қиындық болса да, күйеуіңіз қандай жаман адам болса да, қандай жаңағындай сізге отношение жасайтын болса да, оны өзгертуге болады. Өзіңізбен ғана жұмыс істеп, өзіңіздің ішіңіздегі программаларды ғана өзгертіп, оны күйеуге барып мынандай техника жасап қойып, манипуляция жасап, тағы бір нәрсе жасап, дуа жасатып, кеше емес өткенде маған бір сообщение келді. Қарамаге жұмыс істейді ма? Мен уже шаршадым. 15 жылдан бері алсам, сонымен жасатсам деген. Мен ондайға жауап бермеймін, қыздар. Ол вообще дұрыс емес нәрсе. Закон бумеранг деген нәрсе бар. Сіз біреуге не жасасаңыз да, ол өзіңізге қайтып келеді. Біреуге жасаған жақсы да нәрсе, жаман да нәрсе, ол өзіңізге жасалып жатқан нәрсе да, өзіңіздің болашағыңызға салып жатқан инвестиция. Сондықтан да онда ешқандай артық нәрсемен айналыспаңыздар. Одан оңай ғана жол өзіңіздің ішіңізбен, өзіңіздің подсознанияңызбен, яғни түп санаңызбен сөйлесіп үйрену, сол жердегі жазылған программаларды өзгерту ғана. Сол кезде ғана уже сіздер өмірлеріңіз бір ғажайып өзгере бастайды да. Енді қараңыздаршы, жаңа қыз әйелмен жұмыс істедік, оказывается, ол әйелдің папасы монстр болған. Яғни, папасы мен мамасының отношениесіне қарап, ер адам монстр деген сияқты миына жазып алған. Ер адамның барлығы жаман, отношение құрсаң сондай болады, ер адам үнемі сен мойныңа отырып алады, үнемі критиковать етеді, оларға ештеңе жақпайды, олар вообще бөтен жаратылыс, бір құбыжық сияқты бір нәрсе деген сияқты подсознательный образдары, подсознательный причиналары сондай болғандықтан алдындағы 3 түрлі ер адамда бірдей характерге кірген
Сондықтан қазір қыздар жауапкершілікті, мен кеше эфирде де айтып кеттім, жауапкершілікті просто өзіңізге алыңыз. Я кешегі эфирда сақталынып тұр, инстаграмда да, ютуб каналда да бар. Сол жердегі техниканы алып, қолданып көріңіз, просто өзгертіңіз. Сол кезде ақырындап сіздің жаңағындай нелеріңіз, өміріңіз өзгере бастайды. Ол өте оңай ғана. Енді қараңыздар, кейбір қыздар бар, үнемі үйленген еркектер ғана қарайтын қыздар бар да. Қыздар, тағы айтып кетсем, кім мені қарамайды үнемі? Отписка жасасаңыздар, потому что маған количество емес, качество керек. Сондықтан именно мені қарайтын, именно өзінің өміріне жауапкершілік ала алатын, мышлениемен жұмыс істеуге қызығатын адамдар ғана қалса екен деймін. Кім мені қарамайды? Отписка жасап тастасаңыздар жақсы болушы еді. Қараңыздар, енді кейбір қыздар бар, үнемі үйленген ер адамды тартатын өміріне. Олар оған кінәлі деп айта аламыз ба? Болады ғой, жаңағындай жақсы жұмыс істейді, бизнесі бар, астында машинасы бар, квартирасы бар. Бірақ именно отношение жасайын десе, именно үйленген ер адам ғана тартылатын. Маған Түркістаннан осындай бір қыз келді, үнемі 2 баласы бар, и айтады, үнемі жаңағындай қай жерге барсам да үйленген ер адамдар ғана маған қарайды. Білмеймін, үйленбеген ер адамдар қалмаған ба деген сияқты уже бір кері установканың арқасынан уже неше түрлі сенімдер пайда болып жатыр да. Оказывается, біз проработка жасаған кезде, терапия жасаған кезде, не үшін ондай адамдарды тартып жүр, я? Не үшін? Себебі біздің түп санамыз Қытай сияқты да. Қытай сөз түсінбейді ғой, жазуы да бізге ұқсамайды. Ол бізді түсінбейді, біз оны түсінбейміз. Біздің түп санамыз дәл сондай Қытай сияқты. Сол Қытайға, получается, жаңағы қыз кішкентай кезінде 10-11 жасында мамасының подружкасы келеді, и жаңағындай мамасының подружкасы екеуі әңгімелесіп отырғанын көріп қалады ғой. Шай ішіп әңгімелесіп отырған. Мамасының подружкасында любовник бар екен. И ол айтады, ой, любовник деген керемет, ол маған анандай әпереді, мынандай әпереді. Ал күйеуім жүрген бір жаңағындай күйеуім ештеңке әпермейді деген сияқты мамасымен мамасының подружкасының екеуінің сөйлесіп жатқанын естіген қыздың 10-11 жастағы қыздың миында не қалады? Күйеу деген жаман екен, любовник деген жақсы екен. Представляете? Сонда жаңағы Қытайға, получается, түп санасына 10-11 жасында программа беріп қойғанда, күйеумен өмір сүруге болмайды, күйеу деген жаман, ал любовникпен өмір сүруге болады. И қазіргі қыз оны не осознает, оны миыменен түсіне алмайды. Себебі Қытайды біз түсіне алмаймыз ғой, тілін түсіне алмаймыз, не айтып жатқанын түсіне алмаймыз. Бірақ подсознание сіздің айналаңыздағы адамдар арқылы сізге подсказка береді да. Сізді біреу критиковать етіп жатырса, значит, сізде сондай бір программа бар. Менде алдын сондай программа болған. Когда мені үнемі біреу критиковать еткен кезде ғана, мен сезіндім махаббатты, потому что кішкентай кезімізде мамамыз мен сені жақсы көрем деп айта алмады ғой. Бірақ ана көңіл бөледі да, жаңағындай, былай жасамайсың ба, сен аны жаса қоймадың ба, киіміңді қарасай, киіміңді дұрыстасай деп айтқан сөздерін мен неосознанно қабылдап қалғанмын. Сол сөйтіп критика айтса ғана, ол маған внимание беріп жатыр деп. Представляете? Когда соны өзгерткен кезде уже сенің өмірің өзгере бастайды да. И жаңағы қызда дәл сондай да, миына жазып алған, күйеу деген жаман, любовник деген жақсы екен деп. И ол есінен шығып кеткен, оны түсінбейді, оны не осознавать ете алмайды. И мына өмірінде тұрмыс құрғысы келсе, барлығы женатыйлар келе береді да. Гүл де береді дейді, барлық нәрсені әпереді, киімге де ақша береді, квартплатан барлығын төлейді. Бірақ үйленетін ер адам жоқ. Или ер адамның барлығы үйленіп кеткен ба деген сияқты ойлармен жүрді. Когда проработка жасаған кезде сол нәрсе шықты, сол нәрсені алып тастаған кезде уже нормальный еркектер өміріне келе бастады. Так, енді тұрмысқа шыға алмай жүрген қыздар бар. Тұрмысқа шыға алмай жүрген қыздар, қараңыздаршы. Жастайынан, мынандай екі типте болады да. Жастайынан тұрмысқа алып қашып кетіп шығып кеткен қыздар болады. Жастайынан ештеңкені осознавать етпей, әлі ішіндегі травмалар оянбай. Негізінде травмалар ішіміздегі біздің 25 жастан 30-35 жастың аралығында өте қатты іштегі травмалар оянады. Сол кезге жетпестен тұрмысқа шығып кеткен қыздар болады. Олардың миында отношение деген ужасный деген
немен программамен шыққан қыздар, получается, оның и қазіргі өмірінде отношениесі реально ужасный. Ал өзінің карьерасын жасап, жұмысын жасап, машинасын алып, квартирасын алып тұрмысқа шыққан қыздар, я, мен ерте тұрмысқа шығып кеткем дейді. Сондай қыздар, получается, 25-30 жастағы қыздарға уже олар тұрмысқа шыға алмайды. Қарасаң әдемі, қарасаң сұп-сұлу, қарасаң мінезі бар, қарасаң жұмысы да бар, машинасы да бар, барлық жағдайын жасаған. Бірақ именно отношениеге келгенде дұрыс болмай жатады. Не үшін? Себебі оның миында точно айтты, отношения ужасные дейді. Вот сол ішіңіздегі подсознательный причинаны табу керек та, установкалар табу керек. Соны өзгерткен кезде сіздің кәдімгі реальностіңіз өзгере бастайды. Жаңа қыздардың басында отношения ужасный, ер адам деген ужасный деген болған кезде оған оны подсознание не істейді? Подсознание отношения ужасный деп ана ішінде тұрады, и бірақ саналы түрде мименен тұрмысқа шыққысы келеді да, и подсознание салыстырады да, мына осылай жүргені бақытты жақсы ма, или жаңағыны ужасный отношениеге барған жақсы ма, и сөйтеді да, подсознание тұрады да, сізге тұрмысқа шыға алмай жүрген қыздарға ер адамды жолықтырмайды. Бұл сондықтан да ішіңдегі программаны, подсознательный причинаны тауып өзгерткен кезде уже сен қалаған отношениені өзің жасай алатын боласың. Так, и ол қыздарда көбінде мен байқайтыным, нормальный ер адам жоқ. Уже нормальный ер адамның барлығы үйленіп кеткен деген сеніммен жүрген қыздарда да отношения дұрыс болмайды. Себебі тағы да айтам, қыздар, мен бір сөзді қайталай берді демеңіздер, чтобы сіздер түсіну үшін да, потому что бір қараған кезде, бір естіген кезде естілмей қалуы мүмкін, қабылдай алмай қалуыңыз мүмкін, игнорировать етуі мүмкін ми, біздің ми, сіз емес ми. Сондықтан қайта айтам, қараңыздар, біздің өмірімізде қандай нәрсе болып жатса да, не жағдай болып жатса да, бұл менің ішімдегі тек установка, сенімдерім ғана. Біздің подсознание біздің сенімдерімізге кері келтіретін шындықты біздің өмірімізге ешқашан алып келмейді. Себебі қазір сен осындай жағдайда өмір сүріп жатырсың да, ужасный жағдайда өмір сүріп жатырсың, ужасный отношениең ужас, бірақ подсознание сізге жаңағындай, яғни түпсана сізге идеальный отношения, ертең таңертең оянғанда беретін болса, сіз игере алмай қалуыңыз мүмкін да. Сіз оған уже сенбейсіз, игере алмай қалуыңыз мүмкін. Или ақшаны дәл солай беретін болса, сіз уже жаңағындай психикаңыз көтере алмай қалады, бір сөзбен айтқанда. Сондықтан да түпсана осы сіздің өміріңізге келмейтін бүкіл ситуацияны бақылап, таразыға салып, сізге ыңғайлы, сізге жақсы, сізге норма, Қазіргі сіздің ужасный отношениеңіз, ол сіз үшін нормально. Кейбіреулер түсінбейді, отношениенің барлығы осылай болады екен деп ойлайды, Үнемі критиковать ету, жаңағындай боқтау, измене жасау, уже это нормально деп қабылдап қалады адам бір жаңағындай осындай ситуацияда үнемі өмір сүрген кезде. Сондықтан да бұл ненормально екенін подсознанияға түсіндіру керек, өзіңізге түсіндіру керек. Ненормально, я хочу мынандай отношения деп өзіңіздің жаңа қытайыңызбен, яғни түп санаңызбен сөйлесуді үйренген кезде, сіз өз өміріңізді просто қолыңызға алып, өзіңіз басқара алатын боласыздар. Так, үй жағдайында қалай өзіме жұмыс жасасам болады? Олмекен ханым, жұмыс жасағым келмейді, еш нәрсеге зауқым жоқ, көтергенмін, туғым келмейді, не жасасам болады дейді. Энергияңыз жоқ сіздің, өте көп, наверное, обида бар, өте көп, может быть, травмалар бар. Когда адамның ішінде осындай обида, травма болған кезде, ол ештеңке жасағысы келмейді. Себебі неге? Себебі бүкіл энергия сол жаңағындай обиданы проработка жаса, қорытуға, яғни қорытуға кетіп жатыр. Күйеуің бүгін не деді, соны ойлап, соны қорытып, неге ол маған олай жасайды, неге менің өмірім мұндай қиын, өмір сүргім келмейді, өмірім өзгермейді деген сеніммен жүрген адамдарда энергия болмайды да, басқа нәрсеге жіберуге. Себебі бүкіл энергияңызды сіз ренішке салып жатырсыз, өзіңіздің переживанияға салып жатырсыз, тревогаға салып жатырсыз. Сондықтан да сізде жаңа бір нәрсе жасауға, отношения түзеуге, табыс табуға, жаңа деңгейге шығуға сізде просто энергия болмайды. Сондықтан да именно мен осы басында бірінші шығарған курсымда осы неге болды. Обиданы жіберу, травмаларды, тревога, бүкіл өзіңнің эмоциональный жағдайыңды бір қалыпқа келтіру. Когда сенің эмоциональный состояниең нормальный болған кезде, бастысы состояние нормальный болған кезде, сол состояниеге идеальный отношение де келеді, сол состояниеге
сізге ақша да келеді, табыс та келеді, барлығы келеді. Когда сенің ішіңде қыж-қыж қайнап жатқанда, бүкіл эмоциялар араласып быт-шыт болып жатқан кезде уже саған ештеңке де келмейді, потому что бүкіл энергияңды сен жаңа өмір сүруге, миыңа программа, жаңа нәрсеге программа беріп жатқан жоқсың. Бүкіл энергияң сенің просто негативке ағылып кетіп жатыр. Ұлмекен ханым, қызғаншақтың қалай құтылуға болады, қойды қалай жөндеймін дейді. Қызғаншақтық негізінде ол қызғаныш емес, ол негізінде сіздің төмен самооценкаңыз. Мен керек емес болып қалам деген қорқыныштар, мені тастап кетеді-ау деген қорқыныш, мен лайық емеспін ау деген, мен басқалардан төмен мынау, менен жақсылар бар-ау, менен жақсысын тауып алады-ау деген ойдың барлығы жиналып қызғанышқа алып келеді. Наверное, бір махаббат жетіспей қалған кез болған шығар. Ол үшін де кәдімгі ішіңізбенен жұмыс істеуге тура келеді, травмаларыңызды шығару керек болады. Қызғанған кезінде не сезінесіз, қандай сезімдер болады, және сол сезімдерді өзіңізге сұрақ қойып, қашан мен ондай сезімдерді сезіндім деп сұрақ қойған кезде травма қалған ситуацияға подсознаниеңіз апаратын болады. Соны проработка жасаған кезде уже сізде бірінші самооценкаңыз көтеріледі, екіншіден өзіңізді нормальный сезіне бастайсыз. Менің состояние деп үнемі қақсайтыным осы да. Когда сен ішіңдегі жаралардың бүкілін жапқан кезде өзіңді уже нормальный отношениеге лайықты сезіне бастайсың да. Сол кезде ғана уже жаңағындай қызғаныш, анау мынау дегеннің бәрі тақап кетеді. Ыза, ашу дейді. Ыза, ашу, вот. Кімге азаландыңыз, кімге ашуыңыз келді, кімді жек көрдіңіз, соны просто қазыңыз, өзіңізге сұрақ қойыңыз. Бүкіл проблема қазір өміріңіздегі болып жатқан кез келген проблеманың жауабы тек сіз ғана білесіз, ол сіздің ғана ішіңізде. Мен терапия кезінде біреудің басына бір сиқыр, бір нәрсе жасамаймын, просто сұрақ қоям, жауап береді, и просто жаңағындай травма қалған жерге или программа қалған жерге барып, сол программаны өзгертеміз, и реальность өзгеретін болады. Так, енді мынандай нәрсе еще, қыздар. Мынандай нәрсе, біз өзіміз осознавать ете алмайтын травма, программалардың барлығын біз даже өзіміз түсіне алмайтын, өзіміздің ішімізде сол установка бар екен, даже біз білмесек те, бірақ оны біздің денеміздің вибрациясы басқа адамдарға көрсетеді. Мына Шолпан қараңызшы, Шолпан сіздің ішіңізде сондай қызғаныш, өзіңізді төмен сезіну, тағы сондай сезімдер, сондай установкалар болған кезде, оны сіз күйеуіңізге барып айтпасаңыз да, ол сізді не әдейі, бессознательно игнорировать ете бастайды, бессознательно сізге внимание бермей бастайды, бессознательно именно сіз қызғанғысы келтіретін, сіздің қызғанышыңызды оятатын ситуациялар туындай береді. Неге? Себебі сіздің денеңізден сондай вибрация бөлініп жатыр да. Біз энергия арқылы бір-бірімізбен өте байланыстымыз. Қазір сізде, бізде, менде барлығымыз бізден жоғары энергия арқылы бір-бірімізбен байланыстымыз да. Ол үшін мен сізге барып бір нәрсе айтудың қажеті жоқ. Сіздің маған деген отношенияңыз менің денемнен шығып жатқан вибрация арқылы сіз маған отношение жасайсыз. Және сіздің айналаңыздағы адамдардың барлығы да дәл солай. Сондықтан да кеше эфирде айтып кеткенімдей, біреуді кінәлау или өзіңді кінәлау деген сені просто жаңағында осознанностьтан құртып, сені просто жертва состояниеге түсіреді. Сондықтан да кінәлау, біреу кінәлі, өзім кінәлі, ата-анам кінәлі деген нәрсенің барлығын просто алып тастап, мен жауаптымын деген сияқты. Және кешегі эфирді қарап алсаңыздар, или ютубта да салып қойдым, ютубтан қарап сол жердегі техникаларды қарайтын болсаңыздар, уже сіздерге түсінік келе бастайды. Вот, оказывается, из-за этого осы екен ғой менің подсознательный причинам, маған жақсы отношение бермей жүрген, жақсы ақша бермей жүрген, өзімді керемет сезінуге бермей жүрген. Так, бүгін маған бір қыз жазды, и айтады, мен кеше сіздің эфиріңізді қарадым, и ол жерде, оказывается, мені біреу критиковать етсе ғана мен өзімнің қатемді түсінеді екем. Мені барлығы критиковать етеді, өзіме сұрақ қойдым сіздің кешегі техникаңызбен, и сол жаңағындай жауап шықты, егер мені елдің бәрі критиковать етсе ғана мен өзімнің қатемді түсінеді екем. Яғни ол қызда установка тұрды, мені елдің бәрі критиковать ету керек, сол кезде ғана мен өзімнің қатемді түсініп, өзімнің дұрыс жолға түсемін деген сияқты. Неге? Себебі ол қайдан шығып тұр? Просто логически ойлап қараңыздаршы, ол программа қайдан шығып тұр, Значит,
қыз баланың кішкентай кезінде мамасы үнемі критика айтқан кезде ғана бір қателік жасап қойды, мамасы соны дұрыс түсіндірместен критика айту арқылы жаңағы қызға түсінік келетін болғанда, оказывается, мен оны дұрыс жасамадым. И ода бессознательный программа болып жазылып кеткен. И қазіргі өмірінде өмір сүріп жатады, күйеуі, енесі бәрі критиковать етеді, ана қыз түсінбейді да, и тұрады да оларды кінәлай бастайды. А на самом деле причина оның ішінде, оның ішіндегі программада. Когда сол программаны өзгерткен кезде, уже сенің айналаң саған уже басқаша қарай бастайтын болады да. Сондықтан да қыздар, просто жауапкершілікті өзімізге аламыз. Техниканы білгілеріңіз келсе, ютубқа өтіп қарасаңыздар болады. Түпсана арқылы не үшін идеальный отношениені түпсана бізге жібермей жатыр деген жерде мен 2 техника сап қойдым, бір емес. Сол техникаларды алып, қолданып, өміріңізде кейбір проблемаларды шешуге, өміріңізді өзгертуге қолдансаңыздар болады. Мен жаңа оқырманмын, четко ясно түсіндіресің дейді. Рахмет, Әсел. Өте қуаныштымын. Так, бүгінгі эфирді аяқтаймын. Сұрақтарыңыз болса, ютубқа кірсеңіздер болады. Менде қазір мұнан 1 сағаттай сақтап алам, и скачать етіп, мен ютубқа салатын болам. Сондықтан да ютуб каналдан өтіп, сұрақтарыңыз болып жатса қойсаңыздар, және қандай тақырып, не қызық, не түсінгіңіз келеді, мышление туралы не білгіңіз келеді, қандай проблеманы шешкіңіз келеді, маған комментарийге жаңағындай тастап кетсеңіздер, бүгін ертең қолым босаған уақытта осылай шығып жауап беретін боламын. Қалай жұмыс істейді, қалай жұмыс істеу керек, проблеманы қалай шешу керек екендігі жайлы. Так, жақсы қыздар, рахмет қосылғандарыңызға. Сау болыңыздар.